Қайырлы таң, достар! Әлемдегі ең танымал әлеуметтік желі TikTok-тың тұрақты көрермендері сіздерге ыстық махаббатымен жаңалықтарымды бастайыншы. Негізі сөзімнің басын махаббат деген сөзбен бекер бастамадым. Махаббат деген қандайды? Қарасаң көзің талмайды демекші, бұл кісілердің бір-біріне деген махаббаттарының ерекше екендігін көз қарастарынан ақ белгілі болып тұр ғой. Осындай үлгілі отбасылардың қарасы көп болғаны жастарға үлгі емес пе? Рахмет. Папа, кемпір тәтті ме, немере тәтті ме? Сразу өч, сразу өч. Түрлеріне қарап, ыдыс аяқтың сылдыры естілетін отбасыға ұқсайды деп ойламайсың. Заман дамыған сайын қазір отбасындағы ұрыстардың түрлері отбасы мүшелерінің мамандығына сай болып бара жатқан сияқты. Тоқта, бірінші ұрыспас бұрын. Кез келген ұрыстың бір мақсаты болып, дұрыс па? Бірінші мақсат қойып алайық біздің ұрысымызға. Бақытты отбасы тақырыбына қазір күн шуақ саламыз. Әйтеуір бастаған екенбіз, мынандай көрнекіліктерді пайдалана отырып, тақырыпты бекітеміз қазір. Менің ойымша бүгінгі ұрыс өте мағыналы болды. Өте бір керемет, сондай бір тамаша, толыққанды, қамтылды деп ойлаймын өз басым. Заман дамыған сонша мүмкіндіктердің сапасы жақсарып, маңызы да артуда. Ал мына жігіттің достарына сөз жоқ екен. Мүмкіндікті қалай пайдалану керек екенін жақсы біледі. Айтпақшы, естеріңізде ме? Бахош деген робот. Сол Алматыға келіп кетіпті. Мен атым Батош. Опа! Бірақ келіп тұрып біздің студияға келмей кетті. Өкінішті әрине. Біздің ренішімізді айта барыңыздар. Бірақ бір қуанышты жаңалық бар. Бахоштың досы пайда болмақшы. Есімі өзіне ұқсас. Тақош. Бахоштың досын шығарайын деп жатырық, мына жақта уже новый формат. Тақош деп аталады. Тақош екен бұл. Тақош. Соңғы кезде TikTok желісінің қолданушылардың саны күннен күнге артуда. Әрине, олардың қатарына біздің өнер жұлдыздары да қосылуда. Бірақ TikTok желісіндегі тренд видеолардың қарасы азайып кеткен. Сіздерге де байқалады ма өзі? Осы аптада менің назарыма іліккен видеолар топтамасы осындай. Біздің TikTok желісіндегі парақшамызға тіркелуді ұмытпаңыз көрермен. Көрер қызық көп, қош, сау болыңыздар.